Ұстаз, гамаждың сыртынан шорты киіп оқыса бола ма дейді. Көшеде болса болмайтын шығар, енді ыңғайсыздау болады. Бірақ спортсмендер киеді ғой қазір, рашгард киеді, рашгардтың сыртынан шорты киеді, бола береді. Бірақ не дене мүшелері бөлшектеніп тұрған киімдер кию макрух болып есептелінеді. Егер жыныс мүшелері көрінетін болса, арамға дейін өтеді. Сондай жері бар. Некені атана білу керегі міндетті ме? Иә, шарт болады. Атананың ризалығы шарт болады. Уәли болу шарт. Уәли ризалығы болмаса, неке қиылмайды, қиылса дұрыс емес. Қияметте дейді, неге жауап бересің, соны айта аласыз ба өтініш дейді. Пайғамбарымыздың хадисінде келеді бұл. Алла берген өмірі, уақытысы, денсаулығы, тапқан табысын жауап бермейінше бір сантиметр аяғын қозғалмайды дейді. Бір қозғалмайсың орнынан. Сондықтан соның ішінде Құдайдың ең берген уақыты. Адамның өміріндегі ең қымбат уақыт, бұл ең қымбат дүние, ол уақыт болады. Біз жаңа денсаулық қымбат деп қоямыз ғой, бірақ денсаулықтан қымбат нәрсе бар, ол уақыт. Кеше 31 болды. Жаңа жылды айттық, қарсы алдыңыздар, қарсы алмаңыздар, әйтеуір келді. Енді сол кешегі күн бүгін қайтып көрілмейді, болды кетті. Көрдіңіз бе? Сондықтан адам өмірінде ең қымбат нәрсе уақыт. Біреуіңізде 20 жыл, біреуіңізде 30 жыл, біреуіңізде 40 жыл өмірлеріңіз өтіп кетті. Алдымызда сонша өмір бар ма? Ешкім білмейді. Адам өмірі 3 күннен тұрады, деді Абдулла ибн Аббас. Біріншісінде айтты, ол кешегі күн деді, ол өтті кетті деді. Бүгінгі күн деді, қазір тұрмыз, міне мен сізбен сөйлесіп тұрмын. Ертеңгі күн дейді, оны кім келеді, кімге келмейді, оны Алла біледі. Осы хадисті оқыған Бұхар Жырау атамыз, ол нағыз қазақ болған, нағыз мұсылман болған. Сол атамыз бүйтіп сізбен бізге сол хадисті арабшасын айтпай-ақ қазақша мына сөзді айтты. Өмірдің басы бала, ортасы адам, қартайып, күшің кетіп кетті шамаң, мақтаған өмір осы болса, 3 ауыз өлеңмен болды тәмам деді. Сондықтан міне бітті өмір. Сол үшін ардақтылар, өміріңіз бар ма? Білім қуыңыз, жастар әсіресе білім қуыңыз, отанға пайдалы болыңыз, әйтеуір не керек, ата-анаңызға қызметін қылыңыз, жақсы сөз сөйлеңіз, жақсы комментарий жазыңыз, жазбасаңыз үндемей-ақ қойыңыз, кітап оқыңыз. Қашан кітап оқып едік? Кітапты алып, оқып, бір-бірімізге пайдалы нәрсені үйренейік, ардақтылар. Осы нәрсе қайтып келмейді. Телефон жауап бүйтіп, Инстаграмды бүйтіп, свайп жасай бергеннен ештеңе ақыл жиналмайды. Қанша уағыздасаң да білімің көтерілмейді. Кітап оқу керек. Информация ғана ала аласыз, болды. Мен сіздерді сол білімге, ілімге ғана тарғип беріп жатырмын. Оқыңыздар. Мені тыңдай бергеннен мүйіз шықпайды. Басқа ұстазды тыңдағаннан бәрібір не болып кетпейміз. Оқу керек. Кітап алып оқыңыздар. Бір жылда бір бәленше кітап оқиын деп мақсат қояйық, ілім қояйық, білім қояйық, сол маңызды нәрсе. Әсіресе жастарды білімге үйретіңіздер. Қаны балам, саған тапсырма, осынша күнде мына кітапты оқып маған айтып бер деп дауыстап оқытыңыз. Ата-бабаларыңыздың атын жаттап бәрі. Көп адам аттасын атын. Сұлтан Қанат, Сұлтан Махмұттың баласы, Сұлтан Махмұт Торайғырдың баласы, Торайғыр кімнің баласы, Ахметтің баласы, Ахмет Бектұрсынның баласы. Болды ма? Енді Құран оқы сол 7 атаңа десең, оқи алмайды. Сондай құр 7 атаның атын айта бергеннен біресе өзгере ма? Ештеңе өзгермейді. Сол үшін ардақтылар, сол нәрсені үйреніп, және ата-бабама қаны мен өзім оқимын десеңіздер өте жақсы болады. Адам қайтыс болғанда Құдайды көре ме? Жәннетке барғанда көресің, жаным, Құдай қаласа. Меккеге барып келгенсін орану шарт па дейді. Меккеге бармасаң да орану керек. Меккеге бармасаң да орану керек. Әйел ұруға бола ма? Жоқ, болмайды.
креветки жеуге. Креветкиді айтып шаршадық, ардақтылар. Креветки арам емес. Ары барса жемейтін имамдар макрух деп айтқан, сәл жақтырмаған. Бірақ жеген адамның, мысалы біздің мазхабымызда жылқы макрух болатын болса, басқа мазхабта халал болады. Сондықтан арам деп мен жылан, шегіртке, червякты қойған жоқпын ғой. Сол үшін әр нәрсе жөнімен болады. Бір сөзбен ағайттым, басты қатырмас үшін сөзді көбейтіп аят хадистермен сіздерді баста оның бәрін түсіндіріп айтып, анадан кіріп, мынаған кіріп, мынадан мына имам сөзін, имам Зарқауидің сөзін айтып, ана имамды айта берсем, сіздер намәр тыңдамайды оны. Бірақ қысқаша коротко ясын айттым. Жемейсен жемей-ақ қой. Бірақ маған берсе мен жеймін, Құда қаласа. Менің қасымдағылардың бәрі жейді. Жегенде ұрады. Бүкіл ислам әлемі жейді, мұсылман әлемі. Түріктер бүкіл әлемі жейді. Бұрын жемейтіндер бар, ана кішкене сопылары жемейді. Имам Ағзамның бір версиясында екі түрлі келеді. Аш-шаян деп. Біреуінде жаңағы судың хайуандары деп келеді. Сондықтан жемесеңіз жемей қойсаңыз, енді оны сол таласатын дүние ма? Как будто бір күнде креветке жеп жүрген. Мен соңғы рет қашан жедім креветке, есімде жоқ. Болса күнде жейтін едім. Ана Япония күнде жегеннен кейін кемпірлер 120-ға барып жатыр екен. Бүгін ғана жаңалықтан естідім. Енді ол сөздің ниеті жоқ. 55 жасқа дейін бала босана алатын әйелдер бар. Сол дүниеде бірақ мемлекет екен. 55-60-қа дейін бала туа алатын репродукциясы жоғары мемлекет әйелдерде. Осы не екен? Япония екен. Енді бәріқтаңыз креветка іздеп кетпеңіздер енді. Бала туам деп. Айтайын дегенім, ардақтылар, әйтеуір жеңіздерші, қазақтың денсаулығы жақсы болсын. Алма же, денсаулығың күшті болсын. Денсаулығы көт, ертең тұр, зарядка жаса, осы нәрселер сізге маңызды. Ауылда креветка жоқ, ет жешіз, еттің өзі жетеметр, бәлемаймен қымбат болып кетті. Сондықтан, ардақтылар, кептер жеуге бола ма дейді көгершінді. Енді білмеймін, көгершін жейтін жағдайға жеткен жоқпыз ғой. Біреу борсықты жеуге бола ма дейді. Айналайын, ет жекші өзі. Жегін келмесе, тәбетін жемесе, жемей-ақ қойшы жан. Онсыз да қымбат. Енді қайтесі енді. Сол. Біз ет жеген халықпыз, сол еттеріңізді жей беріңіздер. Креветка жемей қой. Бірақ алып атса, үйге әкеп атса, әкеппеңіз жейтіндер табамыз, Құда қаласа. Сол. Хиджаб кимеймін, намаз бастауыма бола ма дейді. Бастай бер намаз жаным. Сол намаз сізді алып келеді керек жеріне. Басташ намазды. Жоқ, мен бірінші оранам, 2030-да орамал тағам, соңғы 2050-де тағы біресе ондығын өмірді өтіп кетеміз жаным. Солай олай жақсы ма? Олай күтпе, бастай бер. Борсық еті макрух па? Жоқ, арам. Борсық арам. Біреуді сиқылау жолын жабу бар ма? Бар. Осы аккаунтта отырау видео бар. Асықпай көріп шықсаңыз бар, ішіне жауабын айтқам. Қалай әсер беретінін айтқам. Намазды қалай бастасақ болады? Тұрып бастай бересің жаным. Бет қолын жуасың, дәрет аласың, кітапқа қарайсың, оқып кете бересің. Соны жақын жерде мешітке барыңыз. Мешітке барыңызда қарап тұрыңыз, қалай оқиды, кім қалай оқиды. Сөйтіп көппен бірге үйренесіз. Әйтпесе, андай, мындай деген уақыт созыла береді. Эноло барма дейді, саяның іші пісіп отыр. Кешегі Новый годтан кейін іші пісіп, жатып алып, эноло барма. Біздің қазаққа сондай қызық өзі. Эноло, бар эноло жан. Неопознанный летающий объект деген бар. Тарелка, кастрюль ұшса да біз таңға алмаймыз. Фляктар ұшуы мүмкін. Тағы не бар өзі? Септердің посудасы бар ма үйде? Ол да ұшады, бәрі ұшады. Алланың құдіреті бәріне жетеді жан. Жындары көтереді біз. Альхамдулиллахи роббил аламин. Әлемдер деген сөз. Бүкіл әлемдердің иесі. Демек Алла біздің әлемді айтып отқан жоқ, әлемдер деді. Соған қарағанда бізден басқа әлемдер өте көп. Біз білмейміз оны. Алла жасырып қойған. Өз Құранда да сөйледі. Мен көп нәрсені сендерден жасырдым дейді. Біз білмейміз. Болуы мүмкін Алла. Динозавр, басқа әлемдер көп қой, қиялдан туған фантазия. Сол болуы мүмкін, Алла біледі. Бізге ол маңызды емес. Күйем зина жасаса, мен қалай көмектесем дейді. Ойбай, оған көмектеспейсіз, одан қашасың. Көмектесіп тұрайын деп пен. Қой, Құдай сақтасын. Оған көмектеспеу керек. Оны қайтару керек. Алла сақтасын сені. Қой бұндай нәрсе деп. Бірақ ұрыспаңыз, таласпаңыз, оны харам екенін жеткізіңіз болды. Жасым 55-те, ажырасқам. 35 жаста түсінбедім. Черная магия. Черная магия, белая магия, темная магия, разноцветная магия,
хорошая магия, нехорошая магия, белая магия деген жоқ. Магияның бәрі бір магия, сиқырдың бәрі бір сиқыр. Жақсы сиқыр, добрый сиқыр, ақылды сиқыр, пайда келтіретін сиқыр, ұрысып қалғандарды бүйтіп деп жарастырып қоятын сиқыр бәрі арам. Олай істеуге болмайды. Адам өз саналы түрде келу керек. Подписаться дегенді басып қойыңыздар. Алла разы болсын.